Сәлем, эфирде Брайан Трейси. Және бүгін мен сіздерге өмірде кездесетін қателіктер мен сәтсіздіктерге қалай төтеп беруге болатын туралы айтып берем. Маған қойылатын ең сүйікті сұрақтарымның бірі: егер сіздің кез келген іс-әрекетіңіз үлкен немесе кіші болсын, сәтті болатынына кепілдік берілсе, онда өзіңізге қандай мақсат қояр едіңіз? Әр адам қателесуге бейім келеді. Неғұрлым көп жұмыс жасаса, соғұрлым көп қателеседі. Сұрақтарға жауап беріп көріңізші. Осы жағдайда сіз позитивті болып қаласыз ба? Еріксіз көтерілулер мен құлдырауларға қарамастан, көңіл күйіңізді сақтап, алға жылжуды жалғастырасыз ба? Сіздерге позитивті ойлауды жоғалтпауды және қиын сәттерде сәтсіздіктерден пайда табуды қалай үйренуге болатынын айтамын. Біріншіден, өзіңізді шынымен түсіну үшін және өткен шақтағы сәтсіздіктерді артта қалдыру үшін, сіз өзіңіздің өткен шақтағы күмәндар мен уайымдарыңызды біреумен бөлісе алуыңыз керек. Яғни ол оқиғалар туралы кем дегенде бір адаммен болса да сөйлесіңіз. Бірақ ол адам сізге кінәлі, айыпты, ұятты сезімдерін тықпаламау керек. Өткен шақтағы оқиғалармен бөлісу арқылы жайсыз сезімдер мен мазаңызды алатын ойлардан құтыласыз. Екіншіден, әрдайым позитивті ойда болу. Біз өмірге екі көзқараспен қарай аламыз: мейірімді, позитивті, немесе дұшпандық, негативті. Дұшпандық, теріс көзқарастағы адамдар өмірде құрбандық позициясын қабылдауға ұстанады. Олар өмірді әділетсіздіктер мен қысымдар толы деп есептейді. Оларда алға ұмтылу қабілеті жоқ және өмірден көп нәрсе күтпейді. Тиісінше соған сай өмірден аз ғана нәрсе алады. Жағдайлары дұрыс болмаған кезде олар иықтарын көтереді де пассивті түрде өмір осындай деген қорытындыға келеді. Және олар өздеріне көмектесуге қауқары жоғын айтады. Оларға қарағанда позитивті ойлайтын және өмірге деген мейірімді қатынастағы адамдардың айырмашылығы айналасындағы өмірде мүмкіндіктер мен перспективалар тола екенін көре алады. Олар өмірлерінде болып жатқанның бәрі табыс пен бақытқа апаратын ұлы жолдың бір бөлігі деп сенеді. Олар өмірге, жұмысқа және қарым-қатынасқа үлкен оптимизммен, қуанышпен жақындайды және ойлары да позитивті болады. Олар оң көзқарасты сақтап, өздерінен көп нәрсе күтеді және өте сирек көңілдері қалады. Сізде бұл дағдыны дамыту арқылы кедергілер мен сәтсіздіктерде ақыл ойыңыздың бұлшық еттерін дамытуға мүмкіндіктер көре бастайсыз. Және сол арқылы алға жылжып отырасыз. Сіз жағымсыз сәттерге тура бір табысқа шығаратын баспалдақ ретінде қарай бастайсыз. Оған жабысу арқылы жоғары және одан да жоғары көтеріле беретін боласыз. Сәтсіздіктерге жауап берудің екі ең көп таралған тәсілі үлкен жетістіктермен мүлде үйлеспейді. Осындай кең таралған бірақ зиянды үрдістердің бірі өз қателіктерін мойындамау. Біз қабылдайтын шешімдердің 70% қате, және бұл орташа көрсеткіш. Басқаша айтқанда, біреулер 70%-дан да көп қателеседі, ал біреулер азырақ. Біздің шешімдеріміздің көбі дұрыс емес екеніне сену қиын. Сонда да, егер бұл рас болса, онда біздің қоғам қалайша әлі де жұмыс істеп тұр? Бұл бізді келесі кеңеске алып келеді: шығынды барынша азайтуға тырысыңыз. Біздің қоғам, отбасымыз, компанияларымыз және қарым-қатынастарымыз әлі де өмір сүріп дамып жатқанның себебі ақылды адамдардың шығындарды азайтып, оң көзқарас сақтап және қателіктерді барынша аз жасауға ұмтылғанның арқасы. Адамдар өздерінің қате шешім қабылдағанын мойындаудан бас тартқан кезде және сол шешімдерді ұстануды жалғастырған кезде салдары ауыр әрі қымбатқа түсетін болады. Қателіктерден сабақ алып, оны пайдаға жаратуға болады. Өз қателіктерін елемеу, ойлау қабілетін жетілдіруге және дамуға үлкен кедергі. Бұл сәтсіздікке жауап берудің тағы бір кең таралған бірақ қауіпті жолы. Ол сансыз мансап пен өмірді құрдымға жіберген. Қателіктерден сабақ алу, алға жылжу, оң көзқарасты сақтау және психологиялық төзімділікті қалыптастыру үшін маңызды дағды. Бұл сізге өзгерістерді өзіңіз басқаруға және олардың құрбанына айналмауға көмектеседі. Ақпарат, технология және бәсеке қарқынды дамып жатқан қазіргі заманда қателікті ең тез мойындап, бағытын өзгерткен адам ғана жеңіске жетеді. Жылдам бағыт ауыстыру арқылы сіз барлық бәсекелеріңізді басып озасыз. Оқиғаларға бағына бермей, өзіңіз жағдайды қалыптастыруды үйренесіз.
Мен сізге бір өтініш айтқым келеді. Өзіңіз жасаған бір қатеңізді және одан қандай сабақ алғаныңызды айтып беріңіз. Осы видеоның астына пікір қалдырып, өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз. Көргендеріңізге рахмет. Және есіңізде болсын. Егер болашағыңызды өзгерткіңіз келсе, әрекет етіңіз. Және дәл қазір әрекет етіңіз.